түсінемін. Балалар, бүгінгі біздің іс-әрекетіміз қазақтың ұлттық ойындарын үйренеміз. Олай болса, біз өзіміздің мықтылығымызды, шымырлықтарымызды байқау үшін бірнеше кедергілер тұр. Сол кедергілерден мүдірмей өтуіміз керек. Дайынбыз ба, балалар? Қараңдаршы балалар, қазақтың ұлттық бескене ойыны, шыр ойыны, сосын бес темше ойынымен танысамыз. Бірінші бескене ойынын қалай ойнаймыз? Бұл ойында екі бала асықтар арқылы ойнаймыз. Қызыл түсті және көк түсті. Ойын қатысушы бала сары сызықпен сызылған сызықтың үстімен асықтарды алға, оңға, солға жылжыту арқылы жүреді. Ойын қатысушысының асығының алдында тұрған асықты аттау арқылы асығыменен жеңіп алады. Ойын соңында қанша бала асықты көп жинаса, сол жеңіске жетеді. Балалар, әр бала өзінің ұнатқан ұлттық ойындарының жанына барып, ойынды ойнайық. Балалар, қараңдаршы, бұл шыр ойынын ойнау үшін ойын бастаушыны анықтап аламыз. Ол үшін мінекей асықтардың ішіне қандай түсті асықты көріп тұрсыңдар? Ақ түсті асықты көріп тұрмыз. Осы асықты алған бала ойын бастаушы болып саналады.
Ал енді мен осы асықтардың барлығын араластырып, ортаға тастаймын. Кәне ала қойыңдар, асықты таласпаймыз. Ал қараңдаршы балалар, ақ асық кімге түсті? Раминаға түсті. Олай болса ойынды Рамина бастайды. Ортаға асықтарды қойып, шеңбер бойына жайластырып шығамыз. Балалар, бұл шыр ойынын ойнау үшін шеңберге жайласқан асықтарды саусақпенен шерту арқылы шеңбердің сыртына шығаруымыз керек. Ойын тәртібін түсінікті ме? Кім қаншалықты асықты шеңбер сыртына шығарады? Асық саны көп жинаған бала жеңіске жетеді. Әрбір қатысушыға бір қазанды 5 отау болады. Бұл ойынды қалай ойнауға болады? Әрбір отауда 5 асықтан жайластырып қойып шығамыз. Ойынды бастаған уақытымызда ойын бастаушы отауында бір асықты қалдырып, келесі асықтарды оң қапталдан бастап бір-бірлеп отауларға қойып шығамыз. Ең соңындағы қойған асығымыз жұп болатын болса, онда сол асықтарымызды ұтып аламыз, өз қазанымызға жайластырамыз. Ойынымыз көкпар ойын деп аталады. Көкпар ойынын аттың үстінде шауып келе жатып, еденде жатқан, жерде жатқан көкпарды иіліп алып, қарама-қарсы топтағы қазандыққа салуымыз керек. Ойын түсінікті ме балалар? Иә. Қимылды ойын ойнаймыз. Бұл ойынның аты қамшы тастамақ деп аталады. Қамшы тастамақ ойынын ойнау үшін ойынға қатысушы балалар көрпешенің үстінде отырады. Ойын бастаушы арттарынан айналып шеңбер бойынан келе жатып, қолындағы қамшыны балалардың артына қойып кетеді. Артына қамшы қойылған бала орнынан тұра, бір-біріне қарама-қарсы шеңбер бойымен жүгіріп келіп, қолына қамшыны тез жылдам шапшап алып алу керек. Ойынды бастаймыз ба балалар? Иә!
үшін кілемшенің үстінде шалқамыздан шатамыз. Шата қойыңдар. Балалар, сендер әуе шарын білесіздер ма? Әуе шары үлкен болып үріліп аспанға ұшады. Бізде бір тынығып алу үшін әуе шар сияқты ішімізді үріп аспанға қарай ұшайық. Ол үшін көзімізді жұмамыз, терең тыныс аламыз. Мұрнымызбен ауаны ішімізге тартайықшы. Ішімізді үлкен болып көзімізді жұмып, жаймен аспанға қарай аспан әлемін тамашалайық. Бұлттардың арасымен ұшып жүрейік. Аспан әлемін өте керемет екен балалар. Бұлттардың арасымен, жұлдыздардың арасымен жаймен ұшып жүрейік. Аспан әлемі өте керемет екен балалар. Олай болса, жаймен бөбекжайымызға оралайық. Жаймен жерге қарай түсеміз. Жарайсыңдар балалар. Ал көзімізді ашайық, орнымыздан жаймен тұрамыз. Балалар, сіздерге бүгінгі іс-әрекетіміз ұнады ма? Жарайсыздар. Маған кім айтып береді? Қандай ұлттық ойынды ойнадық? Сарин айта ғой. Қазақтың ұлттық бескене ойыны. Дұрыс айтасың. Қазақтың ұлттық бескене ойынын ойнадық. Және тағы қандай ойын ойнадық? Ақтоп айтып бере ғой. Қазақтың ұлттық шыр ойыны. Дұрыс айтасың. Және қандай ойын ойнадық? Қазақтың ұлттық ойыны қамшы тастамақ. Дұрыс айтасың. Қамшы тастамақ деген ойынды ойнадық. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетіміз аяқталды. Сау болыңыздар.